Аманат партиясы алғашқы актив отырысын өткізді. Оған партияның саяси кеңес мүшелері мен ардагерлері, бастауыш партия ұйымдары мен барлық деңгейдегі мәслихат депутаттары, сондай-ақ өзге де қоғамдық ұйымдар атсалысты. Қаралған мәселе біреу партияның алдағы жұмысы мен жаңару жолдары. Осы орайда облыс әкімі депутаттар жұмысын сынға алды. Аманат партиясының арқалаған жүгі қандай, алда қандай мақсат міндеттер бар. Партия активінің отырысында баршасы осы мәселенің төңірегінде ой айтуға жиналған. Жаңа Қазақстан бағдарламасын іске асыру мәселесі. Өзіңіз көріп өтсіздер, мұнда көбі қоғамдық ұйымдар, ассамблея болсын, басқа Нұр Отан партиясы, қазіргі Аманат партиясы. Міне осы түгелі де үлкен алдымыздағы тұрған мақсаттар көп. Оның ішінде мынау жаңа Қазақстанда экономиканы қалай дамытуымыз керек қазіргі уақытта. Партияның президент белгілеп берген негізгі 7 бағыты бойынша жаңару жұмыстарын жалғастырмақ керек. Ең бастысы ашықтық, қоғаммен жіті байланыс, айқын ұсыныстар, сайлаушылардың сенімі. Заман өзгерді, депутаттар да өзгеруі керек деді әкім. Бүгінгі кабинеттегі қабылдау бұл өткен заман. Қоғамды қабылдауды завод, фабрика, аурухана, дүкендер тағы да басқа объекттерінде деп өткізген дұрыс. Барынша үлкен кәсіпорындарында жеке күн сайын жұмыс жасайтын қабылдау бөлімдерін ашу мәселесінде қарастырсын. Осы мәселеге жеке назар аударатын болайық. Тек қана қазір біз ойлаймыз, адамдар, біздің сайлаушыларымыз осы билік өкілдеріне, билік ғимараттарына келеді, партия ғимараттарына келеді. Жоқ, қазір уақыт деген ең басты ресурс, сондықтан уақытты біз санауымыз керек. Сондықтан жақын арада партияның мобильді қосымшасы жарыққа шығады. Осы арқылы да ашықтықты қамтамасыз ету көзделуде. Партия жанындағы қоғамдық кеңесті қайта жасақтау керектігінде айтты әкім. Құрамы оңтайланатын болады. Қасым-Жомарт Кемелұлының ұсынуы бойынша мәслихаттардағы фракциялардың қызметін жандандыру қажет. Фракциялар депутаттық сауалдармен шектеліп қалмай қоғамдық талқылаулармен ашық пікір сайыстарға баруға тиіс. Өкінішке орай, бүгінгі күні әр депутат дискуссиялы алаңға шығып өз ойын толығымен білдіре алмайды. Ол бар. Депутат болам дейді, бірақ депутаттың борышын, міндетін толық атқара алмай ма? Ашық айтуымыз керек. Партияның жастар қанатын дамыту жолында да бірқатар шаралар атқарылады. Әсіресе ауылдық жерлердегі жастармен жұмыс істеу маңызды. Осы бағытта бірнеше жоба іске асады. Жас ұстан жастар қанатының модернизациялауы, енді сол басымдықтар бойынша ауыл жастарына арналған бірнеше жобалар іске асырылады. Біз міне жас депутаттар корпусы енді бүгінгі таңда мақсатымыз айқын, жұмыс істеуге дайынбыз. Депутаттардың рейтингі бақ өкілдері мен әлеуметтік желілердегі жарияланымдармен ғана емес, нақты ісінің нәтижелерімен өлшеу керектігінде қадап айтты. Жанатыл Серікбол, Аман Байымбет, Ертіс ақпарат.